Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Альбина. Бүгін осындай ашып кеткен сүттен немесе ашып кеткен айраннан жасалатын өте дәмді болып шығатын панкейкті пісіретін боламыз. Ол үшін бізге мынандай ингредиенттер қажет болады. Ең алдымен барлығын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн керек, ашып кеткен сүт керек, сұйық май керек, разрыхлитель керек, жұмыртқа және қант керек болады. Ең алдымен осыларды дайындап алсаңыз, өзіңізге жеңіл болады. Ең бірінші жұмыртқамыз бен қантымызды қосып, араластырып аламыз жақсылап. Миксермен араластырмаймыз, тек қана венчиктің немесе шанышқы қасықтың көмегімен осылай араластырамыз. Панкейктің дәміне қарай өз қалауыңыз бойынша қантты көбірек немесе азырақ та қосуға болады. Одан кейін кішкене шым-шым тұзымызды саламыз. Ашып кеткен сүтімізді құямыз. Және де жақсылап тұрып, тағы да 1-2 минуттай араластырып аламыз. Келесі кезекте бізде разрыхлитель қосатын боламыз. Кішкене араластырамыз. Одан кейін уже үстінен ұнды қосып, біркелкі қамыр араластыратын боламыз. Осындай түйіршіктелген ұнның бәрін біркелкі қырылып араластырамыз. Одан кейін үстінен күнбағыс майын құямыз. Және соңғы рет тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Массамыз дайын болды. Осындай созылмалы қаймақ, қою қаймақ тәріздес болады. Енді кезекте табамызды қыздырамыз. Ешқандай май жақпаймыз. Тек үстінен жаңағы панкейктің массасын аз-аздан 1 қасықтан қылып қосып, орташа қызуда пісіретін боламыз. Үстінде осындай көпіршіктер пайда болған кезде панкейктерімізді екінші жағына аударып, тағы да қызарғанша пісіріп аламыз. Панкейктің барлығын осылай әп-әдемі қылып пісіріп алдым. Қарап тұрсаңыздар, өте пышный болып піскен және өте жұп-жұмсақ, ортасы бәрі піскен. Дайындауға кеңес берем. Астарыңыз дәмді болсын.